бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге дейді достар. Короче, біз бүгін Майнкрафтта өзімізге үй салатын боламыз. Это не для нас, просто үй салатын боламыз. Сендер арна тіркел лайктарыңыз кетер, ал біз кеттік. Короче, бізде үйіміз бізде осы жерде болады, мынандай биомда да. Короче, осы жерге өзіміздің үйімізді салатын боламыз. Бізде мына жақта тау өліп жатыр екен. Ладно, бізде қандай үй болады? Короче, бірінші біз өзімізге керекті блоктарды жинап алайық. Короче, мен өзіме керекті блоктарды қолыма алып алдым. Міне, емес. Енді осы бір блоктармен сала беретін шығармыз. Біз үйімізді қатты дәу қылдырмаймыз, но нормально, просто нормально қылдырып салатын боламыз, иә. Примерно нау жеткілікті бола ма? Или кішкентай болып қалды ма слишком? Дайте онда осылай. Короче, үйімізді несін дайындап алайық. Короче, біздің үйіміздің түрі осы болып жатыр. Бұл бізде үлкейіп кетті. Жаңағы пішініне қарағанда, максималды үлкейіп кетті десек болады. И бізде бұл үй бұлай қалмайды деген ойдамын. Қазір өзгерістер болады. Үйдің ішін полный салып бітіріп тастадым. Дайте сендерге көрсетейін. Вот бізде осындай болады. Кірген жерде мынандай жер бар, келіп ошақ дейді ғой, ошаққа қарап екі адам отыра алатындай. И сундук, там бочкалар бар ар жақта. Мына жақта коврик, мынандай темный жасыл таңдаған себебі бұл ормандың белгісі дегенде. Короче, мына жақта яркий лауа. И самый последний штрих — это наша кровать. И вот, бізде өзіміздің ақ кроватімізді қойдық. Кейін комнатада комнатамыз біздің осындай ғана кішігірім үй шықты бізде. Бізде басқа дым жоқ, осындай үй болып шықты. Үйдің сыртын көрсетейін сендерге. Короче, үйдің сыртын мынандай. Короче, біздің үйіміз осындай болған болатын. Сендерге ұнаса арна тіркел лайктарын басып кетіңдер, және де комментарийда үйді 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңдер. Сендермен болған арна тіркел лайктарын басып кетіңдер. Давайте.